Сәлеметсіңдер ме 11 сынып оқушылары? Бүгінгі геометрия сабағынан өтетін тақырыбымыз қиық конус бетінің ауданы. Бұл тақырыптың негізгі мақсаты қиық конус бүйір бетінің ауданы, қиық конус толық бетінің ауданы және осы формулаларды есептер шығаруда қолданамын. Қиық конус бүйір бетінің ауданы дегеніміз не? Қиық конус бүйір бетінің ауданы табан шеңберлерінің ұзындықтары қосындысының жартысы мен жасаушысының көбейтіндісіне тең. Сонда формуланы жазсақ, S бүйір бет тең π көбейтілген жақша ішінде R плюс R көбейту L. Мұндағы кішкентай R дегеніміз қиық конустың жоғарғы табанның радиусы. Үлкен R дегеніміз қиық конустың төменгі табанның радиусы. Ал L қиық конустың жасаушысы болып табылады. Енді қиық конустың толық бетінің ауданын жазайық. Қиық конустың толық бетінің ауданы деп, оның бүйір бетінің және табандары аудандарының қосындысын айтамыз. Формуланы жазсақ, S толық бет тең π көбейту жақша ішінде R плюс R көбейту L қосылған π үлкен R квадрат қосу π кішкентай R квадрат. Мұндағы π үлкен R квадрат дегеніміз қиық конустың төменгі табаны дөңгелек болғандықтан төменгі табанның ауданы. Пи көбейту кішкентай R квадрат дегеніміз қиық конустың жоғарғы табанында дөңгелек болады, осының ауданы. Ал пи көбейту жақша ішінде R плюс R көбейту L дегеніміз қиық конустың бүйір бетінің ауданы. Осы аудандарды бір-біріне қосып жіберсек, бізге қиық конустың толық бетінің ауданы шығады. Осы формулаларды балалар есеп шығаруда қолданайық. Сонда бізге мынандай есеп берілсін. Бірінші есебіміз. Қиық конустың табандарының радиустері үлкен R және кішкентай R-ге тең. Жасаушысы табанымен 60 градус бұрыш жасайды. Қиық конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз. Есептің берілгені бойынша сызбасын саламыз. Берілгені қиық конус АО тең ОВ болып тұр, ол тең үлкен R, яғни төменгі табанның радиусы. Жоғарғы табанның кішкентай радиусы А1-О1 тең О1-Б1. Жасаушысы А1 болып тұр, ол төменгі табанмен 60 градус бұрыш жасайды. Сонда бұрыш А1-АО тең 60 градусқа. Бізге табу керек бүйір бетінің ауданын. Балалар есепті шешпес бұрын біз бүйір бетінің ауданын жазып аламыз. Сонда бірінші S бүйір бет тең π көбейту жақша ішінде R плюс R көбейту L. Есепті шығармас бұрын біз жоғарғы табанындағы А1-Б1 диаметрінен осының А1 ұшынан төменгі табанына А1К деген биіктік түсіреміз. Сонда балалар бізге не пайда болып тұр? Үшбұрыш А1К деген тікбұрышты үшбұрыш пайда болып тұр. Осы жерде АК деген катетін тауып аламыз. Сонда АК тең АО-дан ОК-ны азайтамыз. Немесе ол тең АО1 азайту А1-О1-ге. Бұл дегеніміз үлкен R-ден кішкентай R-ді азайтамыз. Енді тікбұрыш үшбұрыштың бұрыштарының қабырғалары мен бұрыштарының арасындағы қатыстар бойынша бізде АК-ның А1-ге қатынасы тең болады косинус 60 градусқа. Бұдан А1 тең АК бөлінген косинус 60 градус. Балалар біз білеміз, косинус 60 градустың мәні 2-1-ге тең. Сонда АК-ны 2-1-ге бөлеміз. Бұдан 2АК болады. Тең арқарай 2 көбейтілген АК-ны біз жаңа есептеп алғанбыз. 2 көбейту жақшаның ішінде үлкен R минус R орнына қойдық. Үшінші S бүйір бет тең формуладағы табылған бұл жердегі жасаушының орнына қоямыз. Сонда π көбейту жақша ішінде R плюс R көбейту 2 көбейтілген жақша ішінде үлкен R минус R. Бұл жерден балалар қарап отырсаңдар, қысқаша көбейту формуласын қолданып жинақтаймыз. Екі өрнектің квадраттарының айырым бойынша жазылады. Сонда 2π көбейтілген жақшаның ішінде үлкен R квадрат минус кішкентай R квадратқа тең болады. Жауабы осы. Енді келесі есепті қарастырайық. Келесі есепте де қиық конус берілген. Қиық конустың табандарының радиустары мен жасаушысының қатынасы 1-дің 4-ке, оның 5-ке қатынасындай. Биіктігі 8 сантиметрге тең.
қиық конустың бүйір бетінің ауданын табыңыз. Сызбасын салып аламыз. Сызба бойынша есептің берілген жазамыз. Сонда АС, ДВ қиық конус. Ары қарай радиустері мен жасаушысының қатынасын жазып алдық балалар. Одан кейін биіктігін жаздық 8 см. Суретке қарап отырсақ, биіктігі O1, O2. Табу керек бүйір бетінің ауданы. Балалар қатынас болатын болса, біз мына жерден былай жазып аламыз, төменгі сыныптан білеміз. Кішкентай r-ді тең x деп белгісі қылып жазып алдық. Үлкен r-іміз 4x, ал l-іміз 5x-ке тең. Осы жерден біз жоғарғы табанның CD диаметрінен төменгі табанына SK деген биіктік жүргіземіз. Осы жерде бізге тікбұрыш үшбұрыш пайда болды. ASK. Тікбұрыш үшбұрыштан AK деген катетін тауып аламыз. AK-ны тауып алу үшін AO1-ден азайтамыз O1K-ны. Немесе AO1-ден азайтамыз SO2-ні. Сонда тең болады. Бұл жерде AO1 дегеніміз үлкен радиус болып тұр. Ол 4x-ке тең. Азайтамыз SO2 дегеніміз кішкентай радиус. Ол x. Сонда 4x-тен x алсақ балалар 3x шығады. Екінші үшбұрыш ASK үшбұрышынан біз асы деген мына жасаушысына тауып аламыз. Бұған не қолданамыз? Төменгі сыныпта өтіп кеткен Пифагор теоремасы бойынша гипотенузаның квадраты тең болады катеттердің квадраттарының қосындысына. Сонда АС квадрат тең СК квадрат қосылған АК квадрат. Берілгендердің орнына қоямыз. Сонда жақшаның ішінде 5x квадрат тең 8-дің квадраты қосылған жақша ішінде 3x-дің квадраты. Ары қарай дәрежеге шығарамыз. Сонда 25x квадрат тең 64 қосылған 9x квадрат. Есептеулер жүргіздік. Сонда 16x квадрат тең 64. Бұдан x-ті табу үшін 64-ті 16-ға бөліп түбірасына шығарамыз. Сонда x-тің мәні 2-ке тең. Кішкентай радиусты тауып алдық, 2 екен. Үлкен радиусты табу үшін 4-ті 2-ке көбейтеміз. Үлкен радиусымыз 8 болады сонда. Жасаушыны тауып аламыз. Ол 5-ті 2-ге көбейтеміз. Сонда 10-ға тең. Осы табылған мәндерді формуладағы берілгендердің орнына қоямыз. Кішкентай радиустың орнына 2-ні қоямыз. Үлкен радиустың орнына 8-ді қоямыз. Жасаушының орнына 10-ды қоямыз. Есептеулер жүргіздік. Сонда қиық конустың бүйір бетінің ауданы 105 см квадрат. Балалар, осы тақырыпқа байланысты үйге тапсырма беремін. Мұнда да қиық конус берілген, табандарының аудандары 4-5 см квадрат және 105 см квадратқа тең. Ал өстік қимасының ауданы 180 см квадрат. Қиық конустың толық бетінің ауданы табыңыз. 4-5 см квадрат дегеніміз қиық конустың жоғарғы табанының ауданы. 105 см квадрат дегеніміз төменгі табанның ауданы. Ал өстік қимасы балалар қиық конустың тең бүйірлі трапеция болады. Сонда тең бүйірлі трапецияның ауданы 180 см квадрат. Ары қарай ойланамыз, қиық конустың толық бетінің ауданын табамыз. Назарларыңызға рахмет.